Біз Алаштың баласы, күніміз туып көгерді, сарыарқаның даласы. Құрт аурудай жайлаған, құртпаққа бізді ойлаған, қанымызға тоймаған, қолымызды байлаған, ерімізді айдаған, елімізді лайлаған, жерімізді шимайлаған. Өшті залым қарасы. Жасасын, Алаш жасасын. Қадірменді мырзалар, партиямыздың негізгі ұстанымдары 5 түрлі тұжырымнан тұрады. Бірінші ұстаным: жер, жер, және жер. Жерсіз отан жоқ. Қазақтың байырғы жерін қашан қазақтар өз бетінше ғылым мен техникаға сүйеніп толық игермейінше, жер жекеменшікке де, қоныстанушыларға да берілмейді. Жер мәселесін дұрыс толықпен келсем. Екінші ұстаным: жердің астындағы, үстіндегі, аспандағы барлық игіліктер қазақ мемлекетіне қызмет етуі керек. Оның әрбір түйір-тасы қазақ өміріне түйме болып қадалуы керек. Үшінші ұстаным: қазақ жерінде өндірілген бір ру үшін сол мемлекеттің азаматтардың үстіне тоқыма болып киілуі керек. Өзіміз қолдануымыз керек. Жөн. Төртінші нысана: қазақ мемлекетінде мемлекет болып құрылушы ұлттардың тіл, дін, діл үстемдігі болуы аса маңызды. Дұрыс айтасыз. Тіліміз бен дінімізді сақтап қалуымыз керек. Ұлттық мәдениетті сақтап, тәуелсіз сот құрып, тең және туыстық қарым-қатынастарды қамтамасыз ететін одақтық қағидаларды жасауымыз керек. Бесінші, түпкі мақсат: ғылымға, ұлттық салт дәстүрге негізделген заңға сүйене отырып, Жапонияның үлгісіндегі одақтық, ұлттық демократиялық мемлекет құруымыз керек. Қадірменді мырзалар, осы ұстанымдарға алып қосыларыңыз бар ма? Жоқ, біргеміз. Осы ұстанымдарға қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Біз біргеміз, сізді қолдаймыз. Алаш партиясының бағдарламасы бір ауыздан мақұлданды деп есептейміз. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Енді ешкімнің Алашты қорлығына бермейміз. Адамдықтың жолына бастаған ерлер соңында басқаға көңіл бөлмейміз. Қандай шайтан келсе де алдауына көнбейміз. Өлер жерден кеттік біз. Жасайды Алаш, өлмейміз. Жасасын, Алаш жасасын. Бөкейхановта келіңдер. Қалай Бөкейханов мырза? Қазақстанды Ресейден бөліп алмақ болған әрекетіңізді мойындайсыз ба? Әрине мойындаймын. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетін құруға әрекеттену қылмыс емес шығар? Қылмыс емес, қалайша қылмыс емес. Егер Ресейге бағынып келген әрбір халық өз алдына мемлекет болып бөлініп шыға берсе, Ресейден не қалады? Жоқ, бұл тек жаудың әрекеті. Мойындаңыз да мына қағазға қолыңызды қойыңыз. Мына қағазда халыққа қарсы әрекет етті делінген ғой. Жоқ, бұған қол қоя алмаймын. Жетет. Мен қазір басшыларға барып баяндаймын. Жендетке тапсыру керек. Көзін құрту керек. Ағатай-ай, мен сізге қандай жақсылық жасай аламын? Менің қолымнан сізді қашыруда келмейді ғой.
бар билік осылардың қолында. Бізге де сенбейтінін сеземіз. Ей шырағым ай, сен қоршақсың ғой, мен де бәрін түсінем. Ағатай-ай, бәрі бірдей мойындатпай қоймайды ғой. Азап шегіп қайтесіз, одан да мына қағазға қолыңызды қоймайсыз ба? Ей шырағым ай, артымда маған қарап, қара орманым халқым тұрған жоқ па? Мен өзімді алдасам да, оларды алдай алмаймын. Сізді Ленин мен Мұстафа Шоқаймен кездескен дейді. Сол рас па? Бұл түрменің әңгімесі емес шырағым, қайтесің? Ағатай-ай, мен де еліме, халқыма деген пайдамды тигізсем деймін. Бірақ қалай? Білмеймін. Бәрі жалған, бәрі алдамшы болғаны ма? Ағатай, сізге не болды? Ағатай, келіңіз отырыңыз. Су ішіп жіберіңіз, Ағатай. Қазір жаңағы жаналғышта келіп қалар. Құдайым-ай, соншама дәрмен істетіп жаратармысың. Келіп қалды, Ағатай. Келіп қалды. Бекем болыңыз. Рахмет, мен үшін қам жеме бауырым. Жолдас капитан, айтарынан қайтар емес. Онда өзі бал өзіне. Көзін құрту керек, өлтіру керек. Жендетке тапсырып, көзін жою керек. Алып кетіңдер мұнаны. Жолдас капитан. Ей халқым, еліміз үшін етегіміз түрген екенбіз. Баралашқа ұрансап, елдікке шақырып жүрген екенбіз. Шешінген судан тайынбас. Ойымыз бір, мақсат бір. Сорлы елімнің шіркін ай. Жыртылған жағасын бүтіндеп, жығылған туын көтерсек, Баралаштың ұрпағы болып қайтадан Ұрандабатқа қонсаң бір, дүниені дүр сілкіндіреді деп айтылам. Сонда менің болмас еді арманым, арнар едім сол елімнің жолына, мына қысқа ғұмырымның қалғанын. Шайқалды сан мәрте елімнің тұнығы, қазағым, асылым, көк түрік сынығы. Торлабап тұрғанда ұлтымды азапмын, оятпақ болыпты ұлдары қазақтың. Алихан, Мұстафа, Ахмет, Міржақып орнатпақ болыпты халқына нұр бақыт. Күресте атсын деп елінің ақтаны, Алаштың айбынды асылдай ұлдары. Зиялы, жүректі, қорғанды тұлғалы, сын жерде елінің намысын сатпады. Бақытқа жетсін деп келешек ғасырлар, елінің ертеңін ойлайды асылдар. Еске алса ұрпағы, кеудеге өрт толды. Алаштың ұлдары ақ жолда мерт болды. Күн туды, күлімдеп, асылдар аңсаған, ұрпағы бүгін кеп, ақ таңын қарсы алған. Қыранды, көк байрақ, биікке көтерді, ел таңба, қос бірақ, алысқа жетенді.